Ару мен Асылдың кітаптар әлеміне саяхаты. Ару мен Асыл кітап оқығанды өте жақсы көретін. Бір күні олар ерекше кітап тауып, оны ашқан сәтте жарқыраған жарық бөлмені нұрға толтырды. Кітап оларды ішіне тартып әкетті. Сөйтіп екеуі кітаптар әлеміне тап болды. Алдымен олар ертегілер әлеміне түсті. Онда түрлі кейіпкерлермен танысып, ғажайып орманда қиял ғажайып оқиғаларға куә болды. Келесі кезекте олар ғылым әлеміне сапар шегіп, ғалымдар мен телескоп арқылы жұлдыздарды көрді, микроскоппен жәндіктерді зерттеді. Одан кейін саяхатшылар кітабына кіріп, әлемнің әртүрлі елдеріне саяхат жасады. Соңғы аялдама қиял ғажайып әлемі еді. Онда Ару мен Асыл айдаһарларға мініп, қиял әлемінің ғажаптарын көрді. Кітаптар әлеміндегі керемет саяхаттардан кейін Ару мен Асыл өз бөлмелеріне қайта оралды. Олар енді әр кітаптың өз ішінде сан алуан оқиғаларды кездестіруге болатынын түсініп, кітап оқуға одан сайын құштарланды.